Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Жансая. Бүгін біз осындай өте керемет кешкі ас дайындауға кеңес беремін. Картоп пен тауық етінен жасалады, өте керемет, міндетті түрде жасап көріңіздер. Менің арнамнан осындай түрлі рецептер табасыздар, сондықтан жіберіп алмас үшін подписаться кнопкасын басып қойыңыздар. Тағамды ең алдымен дайындау үшін біз тауық етін төртбұрыштап тураймыз. Видеодағыдай үлкен емес, кішірек төртбұрыштыға тураймыз. Кейін саңырауқұлақтарды да дәл осылай төртбұрыштап турап аламыз. Барлығын ұсақтап видеодағыдай. Сонымен қатар пиязымызды да турап аламыз, ұсақтап төртбұрыштап видеодағыдай. Барлық қажетті ингредиенттерді төртбұрыштап турап алғаннан кейін біз орташа отта қызып тұрған кішкене май құйып қызып тұрған тавада қуырамыз. Ең алдымен біз пиязымызды қуырып аламыз. 1-2 минут кейін оған саңырауқұлағымызды салып, тағы да 1-2 минут қуырамыз да тұзымызды, бұрышымызды салып, жақсылап тағы да қуырамыз. Кейін оның үстіне тауық етін салып, жақсылап араластырып, тағы да қуырып аламыз. Кішкене тұзымызды қосып, егер тұз аздау болса, әбден дайын болғанша баяу отта қуырамыз. Одан кейін үстіне су мен ұн араласқан массаны құйып, қоюланғанша жақсылап тұрып қуырып аласыздар. Кейін алдын ала пісірілген картоптарымызды пюрелейміз, яғни видеодағыдай етіп барлығын пюрелеп аламыз. Енді біз кешкі асымызды жинақтасақ, алдын ала формамызға майымызды жағып аламыз, сары майымызды. Сосын кейін жаққаннан кейін бірінші слойға біз ең алдымен картоп пюресін астына жағып шығамыз, яғни картоп пюресін осылай салып аламыз. Салғаннан кейін осы бірінші слойдың үстіне екінші жаңа қуырылған тауық етін салып шығамыз. Барлығын суын салуды құюдың қажеті жоқ, тек қана өзін соғынсыз салып шығасыздар. Бірінші слойды салғаннан кейін үстіне екінші картоп езбесін салып, тағы да бетін түзетіп шығасыздар. Кейін жаңағы картоп езбесінің үстінен жіңішкелеп туралған помидорларымызды салып шығамыз, және де үккіштен өткізілген сырымызды бетіне сеуіп аламыз, және де духовкада 180 градуста 25-30 минут пісіріп аласыздар. Міне осындай керемет кешкі ас дайын болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер де сіздерге кешкі асқа не дайындау керек, идеялар керек болса, менің арнамнан түрлі рецепттер табасыздар. Мен осының соңғы жақтарына ссылкасын қалдырып кетем, сол жерден өтіп көрулеріңізге болады. Ас болсын!